Сәлем достар. Каналыма қолдау көрсеткендеріңізге көп рахмет. Мен сіздерге бүгін коллаген туралы айтқым келіп отыр. Коллаген қазіргі уақытта әйелдер үшін өзекті тақырып. Коллаген бұл тері, шаш, тырнақтар, буындар мен байламдар сияқты денеміздің әртүрлі бөліктерінде кезетін ақуыз. Ол теріні серпімді және тегіс ұстауда, тырнақтар мен шашты нығайтуда, буындардың саулығын сақтауда маңызды рөл атқарады. Коллаген сонымен қатар терінің күйін жақсартуға және әжімдерді азайтуға көмектеседі. Қартайған сайын денеміз коллагенді аз шығарады. Бұл терінің қаттылығы мен әжімдердің азаюына әкелуі мүмкін. Сондықтан терінің және басқа дене мүшесінің денсаулығын сақтау үшін құрамында коллаген бар тағам өнімдерін тұтыну, сонымен қатар коллагені бар косметикалық өнімдерді пайдалану маңызды. Коллаген спираль түрінде байланысқан амин қышқылдарының тізбектерінен тұрады. Оның жоғары беріктігі және созылу мен қысуға төзімділігі бар. Бұл оны сүйектерді, буындарды және бұлшықеттерді сау ұстау үшін маңызды етеді. Коллаген терінің серпімділігі мен ылғалдануын жақсарта отырып, оның денсаулығында да маңызды рөл атқарады. Қартайған сайын терідегі коллаген деңгейі төмендейді. Бұл әжімдерге және қаттылықтың жоғалуына әкеледі. Коллаген сонымен қатар терінің серпімділігі мен ылғалдануын жақсарту арқылы тері денсаулығында маңызды рөл атқарады. Қартайған сайын терідегі коллаген деңгейі төмендейді. Бұл әжімдерге және қаттылықтың жоғалуына әкеледі. Сонымен қатар коллаген жараларды емдеу және тіріні қалпына келтіру процестеріне қатысады. Оны жануарлар мен өсімдік көздерінен алуға болады, сонымен қатар жасанды түрде өндіруге болады. Коллагенді тағамдық қоспалар ретінде қабылдаудың бірқатар денсаулыққа пайдасы болуы мүмкін. Соның ішінде терінің, буындардың және бұлшықеттердің денсаулығын жақсарту және жараларды емдеуді жақсарту. Дегенмен коллагенді тағамдық қоспалар ретінде қабылдауға қатысты қандай да бір шешім қабылдамас бұрын, оның денсаулығыңыз үшін қауіпсіз екеніне көз жеткізу үшін дәрігермен немесе диетологпен кеңесу керек. Сондай-ақ коллаген панацея емес және қартаюдың немесе қартаюға байланысты аурулардың алдын ала алмайтынын атап өткен жөн. Дегенмен бұл терінің денсаулығын сақтауға және олардың жұмысын жақсартуға көмектеседі. Егер бұл бейнеролик сізге пайдалы болса, дәл қазір біздің арнаға лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Егер сізде сұрақтар немесе ұсыныстар болса, төмендегі комментарийге жазсаңыз болады.